Сәлем достар, мен қазір саған сөйлеп отырмын. Жайт отырып айтпайын. Бүгін сендерге постройка для Майнкрафттың көрсетемін. Не осы программа бұл сендерге баяғыдан мен көрсетпедім. Бұл жол видеом качественный шығу керек. Как-то про каналымда менің қазір видео шығып жатқан жоқ, ренжімеңдер ол. Ода видео шығып жатқан жоқ, бірақ осы каналыма видео саламын. Және менің каналыма сендер 22 подписчик жинап беріңдер. 22 подписчик білмеймін қалай екені, күніне 2-3 подписчиктен жинауға болады. Сендер вообще-то адамсыңдар ма? Ё-моё, қалай маған осылай 22 подписчикті жинап бердіңдер? Или өздерің келдіңдер ма? Ну білмеймін, короче, маған бір досым жазды. Мират Карменов, саған подписчик жинап берейін ба деді. Одан кейін мен я дедім, одан кейін ол маған подписчик жинап бердім деді, оқасы жоқ. Монтаж жасайтын программаны содан кейін көрсетемін. Қазір Мират көріп отырса осы менің видеомда. Досым айтқан, подписчик жинап берем деген. Ну, подписчик білмеймін, біреу жинап берді, или біреу мені не істеген шығар, пиарить етіп берген шығар, білмеймін. Әйтеуір менде 22 подписчик болды, достар. Білмеймін, әйтеуір пиарить еткен адамға өте көп рахмет айтамын. Мені жақсы пиарить еткен сияқты. Или пиарить етпей, жай ғана өзінің достарымен мен видеомды бөліскен адамдарға тағы да рахмет айтамын. Неменемен күйіп кеттім. Так, достар, ондаша менің видеома назар аудармаңдар. Мына яқтарда лава. Уже Майнкрафттың FPS дегендер, достар. Егер сендер FPS деген не екенін білмесеңдер, айтан FPS ол Майнкрафттағы әрбір ойындарда болатын, компьютерде де болады. Егер FPS тым азайып төмен түсіп кетсе, демек ойындарын қататын болады. Міне осы видеода үй салғыларың келеді, мысалы сендер, осы жаққа төсектерді қойық. Бірақ үй салға көп уақыт кетеді, және сендер ютубқа видео түсіргілерің келеді. Ондаша оның оп-оңай жолы бар. Бірінші жолы Майнкрафттан шығамыз, шық есек. Есек деп мұға, шық Майнкрафт, шық. Досы қуатын жаманасын. Майнкрафттан шығамыз, сосын закрыть все, очистить етеміз. Постройка для Майнкрафт Play Market'те скачать етеміз. Осына онлайн деп тұрады, дом деп тұрады. Любой бір үйді скачать етеміз. Мысалы, Good House Bro Night дейма, сондай үйді скачать етеміз. Рекламалар шығады, бұнда обязательно. Сосын мой мирді басамыз. Егер сендерде көп мир болса, удалить етіп көріңдер. Бір мирді таңдаймыз. Сосын үйді қайда қоямыз, сол жерді таңдаймыз. Үйді мен мысалы осы жерге қойсам, осы жерге қоям, жерге кішкене кіргізем, достар. Не қараңдар, үй осындай болып шығады. Қазір менің мирімді шығады тура. Міне өстіп қоямыз, окейді басамыз. Реклама шығады. X басамыз, открыть Майнкрафт басамыз. Және Майнкрафтқа кіргенше кішкене күте тұрамыз, достар. Бұл менің құпиям негізі осы болып шыққан. Мен үйді салмаймын өзім. Достар, ешқашан мен үйді өзім блоктарды алып, видео түсіру үшін үйді өзім салмаймын. Жаңағы лава болып жатқан үйлерді өзім салмаймын ешқашан мен. Тану. Бұл не, достар? Текстур пак па не? Магазинге кіріп көрейікші. Достар, бағанада тура осындай болды ма? Әлде мен текстур пак қойдым ба? Қазір текстур пакты көреміз. Глобальный ресурстар. Глобальный ресурс. Жоқ, қосылмаған. Тану Майнкрафтта солай өзгерді, достар. Қазір өзім мирыма кірейін, достар. Сендер лайктарымды баса беріңдер. Егер видео ұнамайтын болса, комментарийге ұнамайды деңдер, басқа видео түсір или монтажын жаман деңдер, бірақ боқтамаңдар. Кеше маған Броорс кеп, твой монтаж анандай, мынандай сообщение удалить етіп тастадым. Ол, короче, мен Броорста көре алмайды екен да, сөйтіп жазып жіберді, білмеймін не қылып екен. Или өз бір нәрсеме, аурума біреу ғой, короче, монтажына анау-мынау дейді. Орыс деген оңбаған, он шашқаға тоймаған деп бекер айтпаған ғой. Не, достар, көрдіңдер ма? Үйлер шықты, мынау шынайы үй, қараңдар. Ең қараңдар, шынайы үй. Ана тастанды үй туралы видеонда осы
программамен жасаған, менен о шынайы. Мә, қалай күшті. Паузер болып қалғанша анан басымдан алып тастайыншы. Мишканы так. Баскетбол допты қояйын, допты баскетбол так. Машина. Машиналарын уже мен осында қойып қойдым. Не, достар, видео ұнаса лайктарыңды басыңдар. Міне, осы программаны скачать етіңдер, постройка для Майнкрафт арқылы. Міне, осындай тегін үйді аласыңдар, және мен жаңа жылдық модпен әлі ойнап жатырмын. Так, достар, Майнкрафтта так мен кейбір көп ойындарды удалить еттім, көп мегабайт алатын ойындарды удалить еттім. Менде Майнкрафт енді қатпау керек, өйткені FPS көбею керек менде. Не, Майнкрафт қазір қатты тұрған жоқ, кішкене қатады енді. Модтардан қатады, бірақ бұлай өз модсыз қатпайды. Қараңдар, достар. Жаңа жылдық фото. Как раз шырша тұр дайын. Как раз шырша тұр, так, подарктар қайда подарк. Келе жатқан жаңа жылдармен. Ой, білес. Көрте, тұмау тиіп қалғанда, содан кейін даусым емес, дұрыс шықпай тұрған шығар даусым. Не, достар, жаңа жылдарым құтты болсын. Мен Майнкрафт пром. Және мен новый скин ұнаса тоже лайктарымды басыңдар, комментарийге жазыңдар. Не жазасыңдар өздерің біліңдер, күшті или жақсы, Не өздерің комментарийге жазыңдар, не ұнайды, соны жазасыңдар. Видеоның качествосы жаман шыққаса ренжімеңдер, достар. Мен білмеймін видеоның качествосын қалай көбейту керек екен, бірақ әйтеуір Майнкрафт менде қазір өте қатып тұрған жоқ, өйткені мен көп ойындардың бәрін удалить еттім. Майнкрафт шынымен қатпайтын болды. Сендермен баға Майнкрафт